Бисмилла, көрдім иә, Данияр Кенжеұлы деген бауырымыздың біз туралы айтқан екен. Бұрында байқағаным бар еді, бір жазғанын көргенім бар, біз туралы айтқан. Не дейміз, айналып келгенде бауырымыз ғой, ініміз. Енді ол мені даттады екен деп, оны даттайтын болса, онда неміз қалады. Бірақ бір тұстарын айта кетейік. Көрдім, бірінші, екінші, үшінші деп, 10-шы деп бірнеше түрлі нелер жазылған екен. Орда келіспейтін тұстарымыз бар. Енді түсініңіздер, дұрыс түсініңіздер, Данияр бауырымыз жамандайын деп тұрған жерім жоқ, бірақтан маған айтылған, менің атыма байланысты айтылған мәселелерге тоқталып өтейік. Бәріне тоқталмай қойықшы, кейбіріне. Салыстырған екен, Дарын Мубаровтың әдемі сөзіне, сыпайы сөзіне, жақсы сөйлегеніне сеніп алданып қалмаңыздар деп. Одан кейін немен салыстырыпты? Ана Ібліс жәннаттан сыпайылықпенен әдемі сөйлеп шығарып жіберген адам атағына дегенде сияқты адамды. Данжал да сондай болған, өзіне лестіріп кетеді әдемі сөзбен деген сияқты. Бұл жерде сәл кішкене дұрыс емес, бұл өрескел салыстыру болып табылады. Ібліс оның мақсаты жәннаттан шығару болды. Менің мақсатым жәннатқа шақыру. Адамдар Раббысын таныса екен, құлшылығын, намазын, оразасын түгендесе екен, зекетін түгендесе екен деген нәрсе бар. Сол нәрсені жеткізуге тырысамыз. Даджал өзіне табынуға шақырады. Ал менің ойым, адамдар Раббысын біліп, бір Аллаға сыйынса екен, таухидты түсінсе деген нәрсе бар. Сондықтан кішкене олай «Уәлә танабазу бил алқаб» дейді ғой Құран аятында. Бір-бірлеріңе жаман лақаптарды танушы болмаңдар дейді. Ол дұрыс болмаған екен. Одан кейін жаңағы масхабты мойындамайды депті. Бұл да асығыстау деген сияқты. Ол масхаб деген танымал 4 масхаб бар ғой. Ханафи, Хамбали, Малики, Шафиғи деген сияқты. Одан да басқа ахлі сүнна масхабтар бар, кең тарамаған. Енді Суфиян Севридің, Хасан Басридің, Саид Мусайяптың деген сияқты. Бірақ жаңа танымал 4 масхаб бар. Оларды қалай жоққа шығарасын? Орда қанша үлкен еңбектер бар. Мүмкін кей кезде біз екінші бір масхабтың дәлелі күшті болып, соны сөйлеген кезіміз айтып жатқан шығар, бірақ бір нәрсені естен шығармасыншы. Менің негізгі тақырыбым қарапайым адамдарға қарапайым тілде Алланың дінін жеткізсем деген осы мақсатым бар. Оған бірнеше жыл болды. Басқа да нәрселер өтеміз, бірақ ол өте сирек. Сол үшін мен көбінесе патуа жағында жоқпын. Дағуат жағындамын. Соны естен шығармасын. Сондықтан жаңағы мәселелер. Одан кейін үшінші мәселе айтқан екен, соңғы уақытта Дарын Мубаров әлеуметтік желінің төрін бермей жүр, подкаст дейді, сұхбат дейді депті. Бұл да кішкене артықтау сияқты. Мен өзім әлеуметтік желіге қатты жоқпын. Мен өзім бұрын каналым болған, даналық деген мен оны жауып қойғам. Мүмкін жастар әр жерде болған кезде жазып алып салып жататын шығар. Мен әлімге дейін әлеуметтік желіге бірдеңені тіркеу болмаса жүктеп алу деген нәрсені әлі де толық білмеймін. Мүмкін біреуге бұл қызық көрінетін шығар. Оған енді өзім қатты қызық болғаннан кейін. Ал енді мүмкін жаңағы Данияр бауырымыз мүмкін нені айтып жатқан шығар деп ойлаймын. Журналистер шақырған еді, Аман Тасыған деген журналист бауырымыз, Нұрсейіт Жылқышыбай деген журналист бауырымыз шақырған. Олардың бір көріме көп болған екен. Бұның артында кім тұр, кім қолдап жатыр, қолдап жатқандар оңбайды деген сияқты сөз айтылған екен. Ешкім жоқ. Мен журналистерден өздерден сұрадым. Олар шақырған кезде енді сөздерін жерде қалдырмайын деп барғаным рас. Олар мені дәріптейін деп шақырған жоқ, олар өздерінің жұмысы ғой. Тіпті мен Аман бауырымыздан сұрадым. Енді мен туралы жоғарғы төмен сөз бар. Дін саласында жүргеннен кейін ертең өзіңізге зиян келмей ме дедім. Ол кісі айтты, мен дербес журналистпін деді. Бүгін дін адам шақырам, ертең діннен алыс адамды шақырам. Бұл менің жұмысым деді. Сондықтан ол жерде жаңағындай төр шығып кетті деп. Төр қазір имамдардікі. Мен өзім имам болып жұмыс істедім ғой. Өзім имам болып жұмыс істеген кезде қолымнан келген нәрсені жасадым. Ол кезде мүмкіндігім көп болды. Қазір менің қолымнан көп нәрсе келмейді. Ресми адам болған екен. Сол үшін төр имамдардікі, айналайын Данияр інім, төр сендердікі. Сондықтан соны бір пайдаланып қалыңдар, барынша мүмкіндігінше адамдарға сол кезеңдерде Алланың аятын, пайғамбардың хадисін жеткізуге тырысыңыздар. Терезеден анда-санда біздің төбеміз көрініп қалғанға ондай шошитын қажеттілігі жоқ. Ел арасында жүріп болғаннан кейін, бізде дінмен танығаннан кейін біреу сұрағын басқасын қоятын шығар, жазып алатын шығар, салатын шығар, ол үшін оларды кінәлаудың қажеттілігі жоқ. Ол мәселеде
Яғни осы сияқты бір одан кейін ақида мәселесі адасып кеткен. Енді айтайын дегені дарын мұбарып матуриди ақидасында емес дегенді айтайын деген шығар. Осы тұсында мен матуриди ақидасында емеспін, бірақ матуриди ақидасында болғанмын, зерттегенмін, оқығанмын. Менің алғашқы құрметті ұстаздарымның басым көпшілігі матуриди ақидасында болған кісілер. Алды өмірден өтіп кетті. Ой, қанша жылдар болды ол. Деген сияқты арты әлі бар. Аллах өмірлерін ұзақ қылсын. Бірақ мен матуриди ол өзімнің ұстанымым. Мен де кітап қарап, мен де зерттеп, өзіме дұрыс деген нәрсені ұстандым. бірақ мен үшін матуриди жау емес. Келіспейтін жерін айтармыз. Бірақ ол мен үшін бір негізгі тақырып емес. Негізгі тақырып емес. Сондықтан егер бұл тақырыпта бір жаңағыдай ақиқат менде ғана қалған, адасып кеткен, оңбаған, тозаққа сүйрейтін, ол қателік болады, асығыстық болады. Егер қандай да бір айтатын нәрсе болатын болса, егер Данияр ініміз сондай бір терең оқып, өзіндікіне қатты сенімді болатын болса, жақсы, аға, кездесейік, сөйлесейік, айтатыным бар десе айта қойсын. Бірақ айтып қояйын Данияр інімізге. Данияр інімізден де білімі жоғары. Енді аты жөндерін атау қажет жоқ шығар. Даниярға аға болатын терең білімді бауырлармен де жүздескенбіз, кездескенбіз. Сөйтіп орда қарағанбыз, бұл тақырыпты талдағанбыз деген сияқты. Сондықтан олар біледі. Яғни не себепті мен бұл нәрседе жүргенімді. Бірақ мен үшін ол бірінші тақырып емес. Бірінші тақырып емес. Соны естен шығарып алмасын. Одан кейін енді жақсы. Бұл енді Данияр деп не қылмай-ақ қойық. Бауырымызға айналып келгенде Аллах Тағала істеп жатқан жақсы істеріне, сауаптарын еселеп қойсын да, қателіктер болса кешіріп қойсын. Аллах біздерді де кешіріп қойсын. Жалпы мынандай нәрсе айтқым келеді. Бірінші орында өзіме және барша мұсылман бауырларға Құраннан бір 3 аяттың төңірегін естен шығармайықшы. Аллах Тағала өзінің қасиетті кітабы Құранда не деп айтады біздерге? Я айюхалладина аману ин жаакум фасиқун бинабайн фатабайяну. Ей иман келтіргендер, егер сендерге бір пасық адам хабар жеткізген болса, анықтап алыңдар дейді. Фатабайяну. Бұл қаншалықты рас? Сол адаммен бетпе-бет кездескен кезде осы рас болып шыға ма, өтірік болып шыға ма, бұл алып қашпа сөз ба? Анықтап алыңдар дейді. Антусибу қауман bijahалин фатусбиху ала ма фаатум надимин. Әйтпесе бір қауымға зиян жасап қоясыңдар да өздерің өкініп қаласыңдар дейді. Екінші аят бар, оны өзіміздің қаперімізде ұстай жүрейік. Аллах Тағала Құранда айтты: "Уала яжриманнакум шанаану қаумин ала алла та'дилу." Сендердің біреуді жек көргендерің әділетсіздікке итермелемесін дейді. Біз біреуді жеп көрдік екен деп ойымызға келгенде айта беруге болмайды. Әділетті болу ол тақуалық. Әділу хуа аққарабу лит-тақуа. Әділетті болыңдар дейді. Ол тақуалыққа жақын дүние дейді. Сол үшін біздің өлшемберлігіміз 100%, 0% болып қалмау керек. Менімен келіссе 100% жақсы адам, келіспесе болды. 100% жаман адам, 0% деп апарып тастамауымыз керек. 0-ден жоғарғы сандар бар. 100-ге жетпейтін сандар бар. 10 бар, 20 бар, 40 бар, 90 бар. Онда естен шығармайық. Тек қана 100-0 бұл енді жалқаулардың ғана өлшембірлігі болып қалады. Бұл екінші аят. Енді үшінші аят бар Құранда. Бауырлар, қаперімізде ұстайықшы соны. Әсіресе бұл заманда өте қатты керек. Аллах Тағала айтады: "Иннамал муъминуна ихва." Мұсылмандар бір-біріне бауыр дейді. Фа аслиху байна ахавайкум. Араларыңды түзеп жүріңдер дейді. Ваттақуллах, Аллахтан қорқыңдар, лааллахум турхамун, Аллахтың мейірімі болады дейді. Фа афсиду, араларыңды бұзып жүріңдер демейді ол. Бұл бәрін айтам, бұл бір өзімді бір керемет көрсен деп жатқан нәрсе емес, бірінші орында өзім айтам бұл аяттарды. Қазір салафи дейма, матурди дейма, бәрімізге осы аят ортақ қой. Сондықтан мұсылманды көрген кезде бірінші бөлетін мәселеге көз салмайды. Мұсылманды көргенде бірінші біріктіретін мәселелерге көз салады. Одан кейін ар жағында әдеппенен түсіндіруге тырысайық. Қайтеміз оны. Сондай бір қатты байбалам салып, шу шығарып. Егер біреу әдепсіз отқан болса, өзінің айыбы болып есептелінеді. Сол үшін Муса алейхиссалам өзінің қауымында енді жаңа бір кісі өліп, енді оқиғасы ұзақ қой, қысқаша айта салайық. Соның кім өлтіргенін білу керек болғанда, Аллах оларға бір сиырды бауызда дейді. Сонда Муса қауымына айтады: "Инналла я'муркум ан тадбаху бақара." Аллах бір сиырды бауызда деп жатыр деген кезде, қауым айтады: "Ататтахизна хузва." Сен де бізді мазақтап жатырсың ба дейді. Келеке қылып жатсың ба, кемсітіп жатсың ба? Бұның қалай дейді. Сонда Муса алейхиссалам не деп айтады? "Аузу биллахи ан акуна минал жахилин." Аллах сақтасын жахилдерден болғанға дейді.
Сондықтан біреуді кемсіту, біреуді келеке қылу, мазақ қылу бұл білім емес. Аллах тағала біздерге пайдалы білім нәсіп етсін, және мұсылманға лайықты көркем мінез құлық нәсіп етсін. Алла барша мұсылмандар панасын алсын.